Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай әдемі етіп түйешін езікті жасаудың жолын көрсететін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар. Ең алдымен баклажанымызды алып, оларды орташа мөлшерде тураймыз. Қатты қалың немесе жұқа қылудың қажеті жоқ. Тураған баклажандарымызды ыдысқа салып, үстіне бір қасық тұз қосып, су құйып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді клярын дайындайтын боламыз. Мен 2 баклажанға 3 жұмыртқа алдым. Оларды жарып, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Және де бір ыдысқа ұнымызды дайындаймыз. Осымен клярымыз дайын болады. Енді баклажанымызды қоратын боламыз. Сковородкамызға май құйып, жақсылап қыздырамыз. Енді баклажанымызды бірінші ұнға екі жағынан жақсылап аунатып аламыз. Одан кейін жұмыртқаға бір аунатып қуырамыз. Осылай видеодағыдай барлық баклажандарды екі жағынан жақсылап қызартып қуырып шығамыз. Енді баклажанның үстіне қоятын помидорымызды осылай жұқалап турап дайындап аламыз. Мінекей баклажандарымыз осындай әдемі қызарып шықты. Енді ортасына жағатын начинкасын дайындайтын боламыз. Бір сарымсақты осындай чеснокодавкадан өткізіп аламыз. Үстіне майонез қосып жақсылап араластырамыз. Енді баклажанымызға жаңағы майонезімізді жағып, үстіне помидорымызды қойып, өз қалауларыңыз бойынша 2 қабат немесе 3 қабат қылып жасайсыздар. Мінекей баклажандарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер де осы видео ұнаса, мені қолдап, маған лайк, комментарий жасап кетсеңіздер болады.